Баршаңызға сәлем, менің алтын оқырмандарым. Бүгін мен сіздерге өте оңай және де тез дайындалатын салаттың түрімен бөлісетін боламын. Және де бұл салат өте витаминдерге толы салат, сондықтан міндетті түрде видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз картошкамызды үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Себебі біз қазір картофель пай дайындайын деп жатырмыз. Осылай барлық картошкамызды үккіштен өткізіп алғаннан кейін үстіне салқын суымызды құйып, жақсылап 4-5 қайтара жуамыз. Картошкаларымыздың барлық крахмалынан осылай тазартып жуып аламыз. Ал енді менің алтын оқырмандарым, егер де сіздер менің алғашқы келген оқырманым болсаңыздар, онда міндетті түрде осы каналдың дамуына, алдыға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қосып, каналға тіркеле отырыңыздар. Келесі шығатын видео рецептімді жіберіп алмас үшін қоңыраушаның белгісін басып қоюды да ұмытпаңыздар. Мінекей біз барлық картошкаларымызды жуып, бір қабат суынан тазартып алдық. Енді екінші қайтара тағы да суынан сүзіп жатырмыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде су көп мөлшерде шығып жатыр. Енді осы картошкаларымызды жақсылап қайтадан сығып, құрғақ салфеткаға қойып немесе құрғақ сүлгіге қойып кептіреміз. 1-2 сағат көлемінде жақсылап кептіріп аламыз. Енді қызып тұрған майда жақсылап қуырып аламыз. Майды аз мөлшерде қосасыздар, себебі біздің картошкаларымыз майға түскенде майымыз 2-3 есе көтеріліп, дысымыздан тасып кетуі мүмкін. Сондықтан кішкене майды аз мөлшерде құйып, осылай сарғыш болғанға дейін жақсылап қуырып аласыздар. Бұл бізде шамамен 5-6 минут шамасында осылай қуырылды. Құрғақ сүлгіге майынан сорғытып сүзіп аламыз. Менің алтыннан да қымбат оқырмандарым, сонымен қатар менің каналымда басқа да тәтті дәмді салаттардың түрлері өте көп. Сондықтан міндетті түрде каналға өтіп қарап көріңіздер. Мүмкін сіз іздеген рецептер табылуы мүмкін. Сондықтан каналға өтіп міндетті түрде қарап көріңіздер. Мінекей біз осылайша барлық картошкаларымызды қуырып алдық. Енді біздің картошкаларымыз суығанға дейін келесі көкөністерімізді жақсылап тураймыз. Біздің салатымызға қияр, сәбіз және де қызылша қажет болады. Ең алдымен қиярымызды осылай теркадан өткізіп аламыз. Қиярымыздың қатты жерін аламыз, ортасындағы ұрықтарын мен қолданбадым. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша қолдансаңыз да болады. Барлық қиярымызды үккіштен өткізіп алғаннан кейін тарелкаларымызға сразу қондырып қоямыз. Бұл салат жылдам дайындалатын салаттардың қатарына жатады. Ешқандай заготовка дайындамайсыз, барлығын осылай теркадан өткізіп қосасыз. Мінекей біз қиярымызды теркадан өткізіп алдық. Енді осы қиярымызды 2 тарелкаға бөліп қондырамыз. Мен көрсетіп жатқан салаттың рецептісі 2 тарелкеге арналған. Барлық қажетті ингредиенттерді видеоның астындағы описанияға жазып қалдырамын. Осылай бір жақ бұрышына қондырып аламыз. Келесіде сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз. Бұл салаттың түсі светофор салатына ұқсайды. Барлық көкөністеріміз қызыл, жасыл және де сары түсте. Мінекей біз енді сары түсімізді қойып жатырмыз. Сәбізімізді қоямыз, дәл осылай қойып шығасыздар. Келесіде қызылшамызды теркадан өткізіп дайындаймыз. Бұл салат менің күнделікті және де жиі жасалынатын салаттарының қатарына жатады. Өте оңай, тез, жылдам дайындалатын салат. Сондықтан сіздер де міндетті түрде осы салатты дайындап көріңіздер. Қызылшамызды дәл осылай сәбіздің қасына қондырып аламыз. Енді 4-ші бұрышына картофель пайды қондырамыз. Мен бұл салатты витаминка салаты деп атаймын, себебі біздің көкөністеріміздің барлық дәрумендері өз бойында сақталған. Ешқандай пісірмейміз, қайнатпаймыз. Сондықтан міндетті түрде осы салатты сіздер де дайындап көріңіздер. Енді ортасына мейізімізді қоямыз. Мейіз біздің салатымызға ерекше дәм беріп тұрады. Сондықтан міндетті түрде мейізді қосып қолданыңыздар. Дәміне қарай тұзымызды қосамыз және де майонезімізді қосып салатымызды аяқтаймыз. Ал достар, егер де сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, онда осы қазақша контентті каналдың дамуына, өсуіне өз үлестеріңізді қосып, каналға тіркеле отырыңыздар. Және де жақын достарыңызға, құрбыларыңызға, жақындарыңызға видеоның астындағы поделиться батырмасы арқылы бөлісе жүрулеріңізді сұраймын. Егер де осы видео сіздерге ұнап жатқан болса, онда лүпіл басып, астына комментарий бөліміне өз ойларыңызды қалдыра кетулеріңізді сұраймын.
Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Өте жылдам, оңай жасалынатын және де дәрумендерге толы. Дастарханыңыздың көркін ашатын салат міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және алдағы уақытта жаңа жыл мейрамы келе жатыр. Міндетті түрде осы салатты дастарханыңызға дайындап көріңіздер. Өте жылдам, тез дайын болады. Осылай араластырып ұсынсаңыздар да болады. Баршаңызға рахмет, ас болсын.